Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланысты мен Әлібек ағай және камераның осындай құттай болғанына, кішкентай болғанына назар аудармаңыздар. Неге десеңіздер, уақытша осы бір кестені көрсету үшін мен өзімді кішкентай көрсетіп жатырмын қазір. Құрметті оқушылар, бүгін біз неолит, энеолит деген видео сабақты қараймыз. Алайда бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге осындай бір кестемен таныстырғым келіп отыр. Біріншіден, білесіздер, өзі Қазақстан тарихы 4 кезең тұрады ғой. Ежелгі заман, орта заман, жаңа заман, қазіргі заман. Біз міне ежелгі заманды бастадық. Өзі ежелгі заман 7-8 ғана видео сабақтан тұрады. Енді осы ежелгі заманның өзі 4-ке бөлінеді. Біріншісі неолит, екіншісі энеолит, үшіншісі қола, төртіншісі темір болып осылай 4-ке бөлінеді. Осылай неолит, энеолит, қола, темір болып неге 4-ке бөлінеді? Неге және атаулары осылай? Неге неолит деп аталады? Неге энеолит деп аталады? Неге қола деп аталады? Неге темір деп аталады? Давайте осыған мән берейік. Неге неолит деп аталады? Неге энеолит деп аталады? Неге қола, неге темір деп аталады? Қызық екен, иә? Қараңыздар, құрметті оқушылар. Біріншіден, мынау бізде алғашқы адам. Мынау жан-жануар. Дұрыс па? Мен көптеген өзім оқушыларыма сұрақ қоямын. Осы алғашқы адамдар мен алғашқы жан-жануарлардың ерекшелігі неде десем, көп оқушылар маған айтады: "Ағай, алғашқы адамдардың милары жақсы істеді, оларды ақылдары болды" деген сияқты. Құрметті оқушылар, негізі алғашқы адамдармен біздер салыстыратын болсақ, алғашқы адамдардың бізден милары 2 есе аз болған. Және де бұл сұрақтың дұрыс жауабы, алғашқы адамдардың жан-жануарлардың ерекшелігі олардың құрал сайман жасай алуында. Құрал сайман жасай алған болатын, иә? Құрал сайман жасай алған болатын. Және қандай құрал сайманды жасады? Қазір соны өтетін боламыз. Енді мынау неолит болып аталуы, энеолит болып аталуы, қола деп аталуы және темір болып аталуы бұл сол құрал саймандарға байланысты. Құрал саймандарға байланысты. Яғни неолит дегеніміз, new деген сөз жаңа, лит деген сөз тас деген білдіреді. Яғни неолит деген сөз жаңа, тас деген мағынаны білдіреді. Яғни құрал саймандардың барлығы неолит кезеңінде тастан жасалды. Энеолит кезеңін бізде басқаша мыс тас ғасыры деп атайды. Неге? Себебі деген сөз мыс деген мағынаны білдіреді. Неолит деген тас немесе жаңа тас, яғни екеуінің қосындысынан мыс тас. Құрал саймандардың барлығы бізде энеолит кезеңінде мыстан жасалды немесе тастан жасалды. Қола дәуірі. Енді ат айтып тұр, қола дәуірі бұл құрал саймандардың барлығы қоладан жасалды, иә? Қоладан жасалды. Темір дәуірінде уже құрал саймандардың барлығы темірден жасалды. Маған көп оқушылар түсінбейді: "Ағай, тастан қалай құрал сайман жасай алуға болады? Қандай құрал саймандар келеді?" десеңіздер, мына бір видеоны көрсеңіздер болады. Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланыста Әлібек ағай және де менің көмекшім, міне Құдайберген ағайларымыз. Біз енді біздің кейімізге мән бермей қойыңыздар. Біз енді сапарда жүрген адамдармыз. Біз дәл қазір Ботай қонысына келдік. Көптеген оқушылар сұрайды бізден: "Ағай," дейді, "осы неолит дәуірінде, тас дәуірінде барлық құрал саймандар тастан жасалды ғой, иә?" Яғни бізде сұрақ болады: алғашқы адамдар мен жан-жануарлар айырмашылығы неде? Алғашқы адамдардың құрал сайман жасай алуында. Яғни олар тастан қалай құрал сайман жасай алды дейді. Мысалға, міне қараңыздар, мына тастан мына балталар, дұрыс па? Балталар жасаған. Көрдіңіздер ғой. Және де неолит дәуірінің бірден-бір ерекшелігі олардың қыш ыдыс жасай алуында. Олардың барлығы қыш ыдыстар. Қыш ыдыстар. Мынау қымыз сақтайды, не деді жаңа? Торт деді ма? Міне. Так, мынау бізде найзаның ұштары тастан жасалған. Мынау бізде дәнді күш. Не деді жаңа құда? Ядро. Бұл лақтырады, иә? Бұл лақтырады, соны жанады бұл, иә? Бұл сияқты ғой. Міне құрметті оқушылар. Яғни неолит дәуірінің видеосы бағын көргенде оқушы таңғалады: "Ағай, тастан қалай жасалды?" десе, құрал сайманды міне көріп отырғаныңыздай құрал саймандар осылай жасалған. Біз әдейі осы жерге келдік, естерге түсіндіріп отырмыз. Құрал сайманды тастан осылай жасады. Жақсы. Енді ежелгі заманға байланысты бізде бір-ақ кітап бар. Өзі 10-шы сыныптың Жандосова деген кітабы. Өкінішке орай бізде неолит дәуіріне, энеолит дәуіріне байланысты 2 хронологиялық жыл бар, екеуі бар. Орталық Азиядағысын сұрайды, Қазақстандағысын сұрайды. Мысалға, Орталық Азияда неолит дәуірінің хронологиялық жылдары БЗБ 6 мен 5 мыңжылдықты қамтиды. Ал енді неолит дәуірінің Қазақстандағы хронологиялық жылдары БЗБ 5 ғасыр мен 5 мыңжылдық пен 3 мыңжылдықты қамтиды, иә? БЗБ 5 пен 3.
яғни бізде ұбт базасында сұрақ болады. Неолит дәуірінің Қазақстандағы хронологиялық жылдар десе, БЗБ 5 пен 3-ші мыңжылдықты жауап береміз. Орталық Азиядағысы десе, 6-ші мыңжылдық пен 5-ші мыңжылдықты жауап береміз. Дәл сондай энеолит дәуірінің орталық Азиядағы хронологиялық жыл десе, БЗБ 4-ші мыңжылдық, ал енді Қазақстандағысы десе, БЗБ 3 пен 2 дейміз. Қола дәуірінде біз енді орталық Азия, Қазақстан болып бөлінбейді. Қола дәуірін бізде мыңжылдықпен сұраса, БЗБ 2-ші мыңжылдық дейміз. Ғасырмен сұраса, 18-ші ғасырдан 8-ші ғасыр дейміз. Темір дәуірі бізде көбінесе мыңжылдықпен сұрайды, яғни БЗБ 1-ші мыңжылдық. Енді әр дәуірдің өзінің несі бар, ерекшелігі бар. Мысалға, неолит дәуірінің ерекшелігі бұл жерде егіншілік пайда болды, мал шаруашылығы пайда болды, және құрал саймандар тас кетпен мен тас орақтар болды. Ең популярны тас құрал саймандар. Энеолит дәуірінің жаңағында ерекшелігі неде? Алғаш рет мұз құралдары жасалды, және де энеолит дәуірінде жер шарында алғаш рет не пайда болды? Жылқыны қолға үйретіп, қыстақтар пайда болды. Қола дәуірінде бізде қола металлургиясы дамыды, кен өндіру дәуірі дамыды, және де қорғандар салынған болатын. Ал енді темір дәуірінің ерекшелігі бұл жерде темір құралдар жасалды, әскери демократия болды, ан стилі және арнайы тайпалы одақтар. Тайпалы одақтар дегеніміз сақ, ғұн, үйсін, қанлы деген тайпалы одақтар міне осы темір дәуірінде пайда болды. Енді әрқайсының өз мәдениеті бар. Мысалға, неолит дәуірінде біз жейтұндықтар деген мәдениет өтеміз. Энеолит дәуірін біз анау ботай терсек, көне шұңқыр деген мәдениет өтсек, міне жаңағы андрон дәуірінде біз андрон мәдениетін өтеміз, және басқа да мәдениеттер өтсек, енді темір дәуірінде не көп? Мәдениет көп. Осы мәдениеттердің барлығын өтіп шығамыз. Мысалға, бұл жерде есік деген мәдениетте алтын адам табылды деген сияқты, Міне. Құрметті оқушылар, енді осы кестені біз осы видео сабақтың астында оқып қоямыз және конспекттерінде қосып қоямыз. Сондықтан да осы кестені қарап, міндетті түрде не істейсіздер? Ежелгі заманда қайталап отырыңыздар. Ал біз дәл қазір неолит пен энеолит дәуіріне байланысты видео сабақтарымызды бастайық. Ендігі құрметті оқушылар, бізде жаңа айтып өткендей, міне қазір біз неолит кезінен өтеміз, энеолит кезінен өтеміз. БЗБ 6-шы және 5-ші мыңжылдықта неолит дәуірінде бізде тас өңдеудің жаңару түрі болды. Яғни тас өңдеудің жаңару дәуірі қашан болды десеңіздер, БЗБ 6-шы мыңжылдық пен 5-ші мыңжылдықта болды деп жауап береміз. Енді неолит дәуірінде не пайда болды? Неолит дәуірінде егіншілік пайда болды, және де мал шаруашылық пайда болды. Осы егіншілік пен мал шаруашылығы, құрметті оқушылар, неолиттік төңкерістің арқасында пайда болды. Яғни неолиттік төңкеріс болмаса, бізде егіншілік те болмайтын еді, және мал шаруашылығы да болмайтын еді. Неолиттік төңкеріс не десеңіздер, және неолиттік төңкерістің себептері не десеңіздер, міне қараңыздар. Бізде неолиттік төңкерістің екі себебі бар, және осы екі себебінде ұбт базасында сұрайды. Мысалға, неолиттік төңкерістің бірінші себебі бұл тұрғындар санының азаюы. Яғни неолит дәуірінде бізде тұрғындар саны азаю деппін ғой, кешірім өтінемін, тұрғындар санының артуы. Яғни неолит кезінде бізде тұрғындар саны көп болды, яғни халық саны өсті, нәтижесінде азық-түлік жетіспеген болатын. Банан, құлпынай жетіспеді, нәтижесінде жаңа қорек көзі қажет болды. Және де екінші себеп бар неолиттік төңкерістің, бұл өндірістік дағдарыстың орын алуы. Яғни аң мен өсімдік азайды. Бәрін жей берген ғой, бүкіл өсімдікті, бүкіл аңдарды. Табиғи ресурстар таусылды, және де аңшылық тіпті тиімсіз болып қалған болатын. Осы екі себептен бізде не пайда болды? Егіншілік пен мал шаруашылығы пайда болды. Бізде сұрақ болды, неолит төңкерістің себебі десе, либо мынау сұрайды, либо мынаны сұрайды. Бірақ та егіншілік пен мал шаруашылығы қашан пайда болды десеңіздер, неолит кезеңінде деп жауап береміз. Енді мына фотоны екіге бөлейік. Қараңыздар, мына фотоны екіге бөлейік. Мына фотода не көріп тұрмыз? Бұл жер бізде табиғи өнім тұтыну деп атаймыз. Табиғи өнім тұтыну. Міне. Мынау суретті біз табиғи өнім тұтыну дейміз. Ал мынау екінші суретті біз өндірістік шаруашылық дейміз. Өндірістік шаруашылық. Қараңыздар. Ер адамдар не істеді? Ер адамдар көбінесе аң аулаумен айналысты, дұрыс па? Әйел адамдар не істеді? Әйел адамдар көбінесе міне жеміс-жидек, алма, банан, тағы да басқа өсімдіктер жинаған болатын, терген болатын, терімшілік.
Енді қараңыздар, жаңа айттық, неолиттік төңкерістің арқасында бізде не пайда болды? Егіншілік пен мал шаруашылық пайда болды. Және ұбт базасында сұрақ болды, бізде неолит төңкерісінде табиғи өнім тұтынудан өндірістік шаруашылыққа көшкен болатын. Яғни адамдар, яғни аңшылықтың орнына уже не пайда бола бастады? Аңшылықтың орнына уже міне мал шаруашылығымен айналыса бастаған болатын. Яғни аңшылық бізде мал шаруашылығына ауысты, терімшілік бізде егіншілікке ауысқан болатын, құрметті оқушылар. Сондықтан да оны бізде табиғи өнім тұтынудан, яғни табиғи өнім тұтынудан өндірістік шаруашылыққа көшу деп атайды. Бізде сұрақ болды, адамдар табиғи өнім тұтынудан өндірістік шаруашылыққа көшті. Қашан? Неолиттік төңкерістік кезінде, немесе неолит кезеңінде жауап береміз. Осы сурет арқылы бұл ақпаратты сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді айтып өткендей, неолит кезеңінде бізде егіншілік болды, және егіншіліктің негізгі құралдары тас кетпен мен тас орақтар пайда болған болатын. Бізде сұрақ болды, ежелгі егіншіліктің негізгі құралдары не болды десеңіздер, тас кетпен мен тас орақтар болды. Және де осы тас кетпен мен тас орақтар неден жасалды десеңіздер, әлбетте міндетті түрде тастан жасалған болатын. Міне мынау бізде тас кетпен, мынау бізде тас орақ. Енді ең алғаш рет біздің заманымыздан бұрын 6-шы мыңжылдықта оңтүстік Түркменстанда бізде жетуындықтар деген халық болды. Мынау халықтардың аты барлығы жетуындықтар. Осы жетуындықтар ең алғаш Орталық Азия бойынша жер өңдеп дәнді дақылдарды өсіруді меңгерген болды. Ең алғаш егіншілікпен осы адамдар айналысты. Ең алғаш жер өңдеп дәнді дақылдармен айналысқан кімдер? Жетуындықтар. Қашан? Біздің заманымыздан бұрын 6-шы мыңжылдықта. Сондай-ақ ұбт базасында біз мынандай сұрақ болды, құрметті оқушылар. Евразия даласында бізде ең алғаш дөңгелекті көлік қашан пайда болды, және де жиналмалы киіз үй қашан пайда болды? Қараңыздар, мынау бізде дөңгелекті арба. Дөңгелекті арба бізде БЗБ міне 3-ші мыңжылдықтың соңында пайда болды. 3-ші мыңжылдықтың соңында пайда болды. Ал мынау бізде киіз үй. Осы киіз үй қашан пайда болды десеңіздер, БЗБ 2-ші мыңжылдықтың соңында. Аяқта БЗБ деген сөз ұмытып кетті. БЗБ 2-ші мыңжылдықтың соңында міне жиналмалы киіз үй пайда болған болатын. Ендігі кезекте, құрметті оқушылар, энеолит дәуірі. Энеолит дәуірін бізде басқаша мыс тас деп атайды. Неге? Өйткені кейбір адамдар құрал-саймандарды мыстан жасаса, кейбір адамдар тастан жасалды. Енді энеолит дәуірінің бізде Қазақстандағы хронологиялық жылдары біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықты қамтыса, Орталық Азиядағы хронологиялық жылдары БЗБ 4-ші мыңжылдықты қамтиды. 4-ші мыңжылдық деп жауап берейік. Енді энеолит дәуірінде бізде ботай-терсек деген мәдениет болды. Және ботай-терсек мәдениеті 4-ші мыңжылдықтың ортасында пайда болды. 4-ші мыңжылдықтың ортасында. Яғни бізде ботай-терсек мәдениетін мыңжылдықпен сұраса, БЗБ 4-ші мыңжылдықтың ортасы дейміз. Ал егер де жылмен сұрайтын болса, жылмен БЗБ 3700 бен 3100 жылдары өмір сүрді дейміз. Яғни мынау бізде ботай-терсек мәдениеті, және ботай-терсек мәдениеті жылмен сұрайтын болса, БЗБ 3700 бен 3100, мыңжылдықпен сұрайтын болса, БЗБ 4-ші мыңжылдықтың ортасы деп жауап береміз. Енді ботай мәдениеті Қазақстанның қай жерінде орналасты десеңіздер, солтүстік Қазақстан аймағында орналасты. Мына суретке назар аударатын болсаңыздар, міне ботайлықтар ең алғаш жылқы өсірумен айналысқан болатын. Арнайы сіздер үшін, құрметті оқушылар, мен осы ботай қалашығына барып, сіздерге осындай бір керемет видео түсірген болатын. Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, арнайы историка курсы, яғни мен Әлібек ағайлары және Құдайберген ағайларымыз екеуміз Бурабайдың қаласының маңайында Ботай музейіне келген болатынбыз. Ботай Бурабай музейі дейді. Енді біз білесіздер, Ботай қонысы энеолит дәуіріне жатқызылады. Ботай қонысын ең алғаш жылқыны қолға үйреткен болатын, және де Ботай қонысының бізде хронологиялық жылдары біздің заманымыздан бұрын 3700 бен және 3100 жылдары қамтыды. Енді қара, Құдайберген ең көп шатасатын оқушылардың сұрағы. Зайберт Ботайды не істеді және Қадырбаев не істеді деген. Зайберт Ботай қонысын зерттеген болатын, және оны ғылыми айналымға Қадырбаев енгізіп тастады. Яғни ғылыми айналымға кім енгізді десе, Қадырбаев дейміз. Ал Ботай қонысын кім ашты десе, онда біз Зайберт деп жауап береміз, дұрыс па? Иә. Вот, құрметті оқушылар, сондықтан шатаспаймыз. Енді қараңыздар. Мынау бізде Ботай сол кезде қоныстары, Ботайдың үйлері көріп отырсаңыздар,
кәдімгідей жаңа қабырғамен көтеріп, одан кейін үстін ағаш бөренелермен топырақпен жапқан болатын. Қазіргі киіз үйдің типажына ұқсайды. Және айналасында жылқының бастарының сүйектері. Пожалуйста, сіздерге қазір біз видео сабақ сұмдық болу үшін осындай обзор жасаймыз. Міне тас дәуірінің кезінде міне мынау бізде жебенің ұштары көріп отырсыздар. Мынау бізде тастан жасалған пышақ сынықтары. Мынау тас еңбек құралдары. Құрметті оқушылар, біз дәл қазір міне ботай қонысына келдік. Бұл ботай қонысы осындай болған, қараңыздар. Яғни қабырғалары бүйтіп саз балшықтан көтерілген. Одан кейін крышалар міне осындай ағаш бөренелермен жасалған болатын. Және ағаш бөренелер берік ұстану үшін бұл жерде тас қолданған, жылқының сүйектерді қолданған, және де ағаштың жаңағындай қатты нелер қойған деді. Ағаштың сабындары сондай қорғалған дейді. Және де бұл ботай қонысына кірген кезде осындай бір әлеуметтік мәдениет тұрғын үйі. Яғни бұл ошақ бас дейді. Бұл жерде тамақ пісірмеген. Қарасаңыздар қазір самса пісіреді ғой. Соған ұқсайды екен, самса пісіретін аты қалай еді? Тандырға. Бірақ бұл жерде тамақ пісірмеген. Бұл жерде тек қана үйді жылытуға сондай арналған болатын. Міне, мынау примерно бізде сол ботай қонысының тұрғындарының келбеті осындай болған. Біз дәл қазір ботай қонысының міне тынығу тұрғын үйіндеміз. Яғни осындай бөлмелерде ботай қонысында тынығып, ұйықтап, демалған болатын. Байқасаңыздар, қараңыздар, кіребесі сразу саты тұр. Саты не үшін бөлмеде тұр десеңіздер, егер де жау шапқан кезде, немесе үйде там қар толып қалған кезде, сразу осыдан міне көресіздер, қандай шарбақтан, яғни крышадан шығып кету үшін осындай сатылар тұрған. Енді ботай қонысының пішініне қарайтын болса, қазір қызыл нелер киіз үйлерге құсағылған, яғни кейін осы прототипке қарап киіз үйлер пайда болды деген бізде кейбір ақпараттар келеді. Енді тынығу бөлмелеріне келетін болсаңыздар, төсек орындар осындай болған. Көресіздер ғой, төсек орындар осындай болған. Және де құрметті оқушылар, міне ботайдың тұрғындары бізден найзамен, найза деппін ғой, садақпен жеп жатқан кезде, міне жебелерді осындай нәрсеге сақтаған болатын. Қолмен ұстауға болмайды. Міне нан өзі жылқыдан ұсталған. Білесіздер, жылқы ол бізде әрбір ботай тұрғындары үшін келі жануар болып саналады. Бір қызықтысы, құрметті оқушылар, мына шөптерді танысыздар ма? Осындай шөптерді ботай қоныстары, ботай тұрғындар қолданған болатын, және осындай шөптері жағу арқылы бөлменің иісін шығарды деген ақпараттар бар. Енді таныс шөптер бар ше. Енді ботайлықтардың негізгі азықтары жылқы еті мен қымыз болды. Жылқы етін жеді, қымызбен сусындалды. Бізде көбісі сұрайды, осы ағай ботайлықтардың жылқыны қолға үйретілгенін қалай дәлелдейсіздер десеңіздер, себебі жылқы жаңағыдай ботай қаласынан бізде ат әбзелдер мен тұсауға арналған ілмектер табылған болатын. Және сол ілмектер мен жаңағындай ат әбзелдері ботай мәдениетінде жылқыны қолға үйреткендігін дәлелдейді. Бір қызығы, ботайлықтар бізде энеолит дәуіріне жатса да, мыс қорытуды білмеді, құрал-саймандардың тастан немесе жылқының сүйектерінен жасаған болатын. Бір қызығы, еще ботайлықтарда операция жасалған ғой, адамның артына, адамның миына, құдай сақтасын, өзіме көрсетпей қойын, адамның миына операция жасалған болатын. Операция жасалған болатын, сұмдық қой. Мына жер кәдімгідей төмен екен, Ассалаумалейкум. Құрметті оқушылар, қараңыздар, мен мына бөлмеге кіру үшін кәдімгідей елік келдім, өйткені кіре беріс кәдімгідей өте төмен. Неге десеңіздер, өйткені бұл бөлме кәдімгідей көсемнің тұрған үйі. Міне, мынау бізде көсем. Байқасаңыздар, бұл кәдімгідей ботай көсемі, яғни ботай тұрғындарында уже бізде аристократиялық билік жүйесі пайда бола бастаған болатын. Яғни көсем сол кездегі тайпалар арасында мәселелер шеше алды. Соғыс ашамыз ба, ашпаймыз ба, тағы да маңызды мәселелер шешкен болатын. Көрдіңіздер, Енді бұл ботай жаңағындай
ойбай не болмаған деген қиын екен, музейде айтпаған деген қиын екен. Қараңыздар, бұл ботай көсемінің артында бізде аулаған аңдар бар және басында жылқының басы бар. Өйткені ботай тұрғындары үшін бізде жылқы айтып өткендей киелі жануар болып саналады. Үстіне тұрғызып жүр. Енді қараңыздар, мынау қалай отырды. Отырсын өзі сұмдық қой. Енді қараңыздар, құрметті достар, тағы да бір маңызды ақпараттардың бірі. Осы ботай көсеміне анау-мынаудан көре бермеген, тек қана көсем жақындары кірген болатын. Және де мен специально бүйтіп иіліп кірдім ғой, өйткені төмен қып кіргізген болатын, және төмен қып бүйтіп кіре берсін жасаған болатын. Неге? Өйткені көсемге сәлем беру үшін және иіліп беріп, кәдімгідей өзінің құрметін көрсету үшін. Енді қараңыздар, мына бір сүйекке назар аударатын болсақ, бұл бізде ботай тұрғынының сүйегі. Яғни бұл сүйектің үстін қарашы міне. Бұл сүйегінде оригинал сүйек емес, бұл прототип, өйткені оригиналы неде Петропавл қаласында. Қараңыздар, үстінен операция жасаған болатын. Көрдіңдер ғой, операция жасаған болатын. Енді бұл ботай тұрғынына 14-15 жасында операция жасалып, кейін бұл операциядан кейін аман қалып, 35-37 жасқа дейін өмір сүрген деген ақпараттар бізге айтқан болатын жаңа. Енді не үшін операция жасады деген ақпараттар бар. Операция жасаған бұл жерде екі ақпарат бар. Біріншісі бұл кәдімгідей ауырды. Ауырғаннан кейін бұны емдеу керек болды да, кәдімгідей операция жасаған. Және ол жазылып кетті. Кейбір ақпараттар бар, яғни екінші ақпараттардың бірі, яғни арнайы ботай тұрғындардың ішіне шаман болу үшін, яғни шамандық бір қабілетке ие болу үшін, күш алу үшін специально осындай бас сүйегін кескен екен. Осы бас сүйегін кескеннен кейін оған қосымша энергия береді, күш береді. Сосын осындай бас сүйегі кесіліп операция жасағаннан кейін ол шаман деген кәдімгідей лауазымға ие болады деген сондай ақпарат бар. Енді бұл жерде ғалымдар осы мәселеде екіге бөлінген болатын. Қараңызшы. Не деген оружиялар сол кезде, қару-жарақтар. Құрметті оқушылар, білесіздер, ботай қонысында бізде ең алғаш жылқыны қолға үйреткен болатын және оны дүниежүзілік тарихшылар мойындаған болатын. Сондай-ақ ботайлықтар ең алғаш қымыз сауған тұрғындардың қатарына жатқызылады және онымен біз мақтанамыз, өйткені ботай қонысы ол Қазақстанның, яғни солтүстік Қазақстан жерінен табылған болатын. Енді қараңыздар, мына жерде бөлек есік бар, яғни бұл есікте анау жылқыларды тастаған болатын, яғни ар жағында жылқының андай шарбақтар болған. Сөйтіп жылқыларды сау керек болған кезде бүйтіп кіргізеді жылқыны, мынаның ішіне кіргізеді да, осының ішіне сауған болатын. Енді сол кезде қымызды сауған кезде, енді қазір не деді ғой, андай бір ағаш не дейді ғой, күбі ғой, қыздырады ғой қымызды. Ол кезде міне осындай жылқының терісіне қыздырған болады. Тілім жетпей қалды ғой. Ауылда өспегеннен кейін ба сәл-пәл. Міне, қымыз сақтайтын жерлер сондай. Қандай керемет, иә? Тарихтың иісі мүңкіп тұрғандай, сұмдық болып тұр ғой. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықта ботай мәдениеті өз ерекшелігін жоғалтты. Ұбт базасында сұрақ болады. Ботай мәдениеті өз ерекшелігін қашан жоғалтты десеңіздер, БЗБ 3-ші мыңжылдықта. Не үшін? Өз ерекшелігін жоғалтты деген сөз, ботайлықтар басқа жаққа көшіп кетті деген сөз. Яғни ботайлықтар не үшін көшіп кетті, неге солтүстік Қазақстан тастап кетті десеңіздер, себебі табиғаттың қуаңшылығы салдарынан, бұл бірінші причина. Екінші причина жылқы басының азаюы. Бұл екінші причина. Және де ботайлықтар өз қоныстарын тастап оңтүстік Орал және де шығыс Қазақстандағы тайпаларға сіңісіп кеткен болатын. Енелит дәуірінде сондай-ақ бізде көне шұңқыр деген мәдениет бар. Көне шұңқыр мәдениеті өзі ерекше мәдениет. Неге десеңіздер, көне шұңқыр мәдениеті өзі бізде енелит дәуіріне де қатысы бар, қола дәуіріне де қатысы бар. Екеуіне общий ғой, короче. Көне шұңқыр мәдениетінің бізде хронологиялық жылдары БЗБ 3600 және де 2300 жылдарды қамтиды. Көне шұңқыр мәдениеті Қазақстанның қай аймағында қамтыды десеңіздер, Ұлы даланың батыс аймағын қамтыды дейміз. Ұлы дала деген сөз жаттап алсаңыздар, құрметті оқушылар, өйткені қазір біз осыдан кейін Ұлы дала аймағы деген қандай жер, қандай территорияны қамтиды, сол жайлы айтатын боламыз. Енді көне шұңқыр мәдениеті бізде егіншіліктен қарағанда көбінесе жартылай мал шаруашылығымен айналысты. Және де не себепті көне шұңқыр мәдениетін көне шұңқыр деп атайды десеңіздер, бұның барлығы адамдарды жерлеуіне байланысты. Қараңыздар, көне шұңқырлықтар мәйіттерді қорған астындағы шұңқырларға жерлеген болатын. Сондықтан да бұл мәдениетті көне шұңқыр деп атайды. Және ұбт базасында бізде сұрақ болады.
ұбт базасында сұрақ болады. Көне шұңқыр мәдениетінің ерекшелігі неде, өзіндік белгісі не десеңіздер, мәйіттерді қорған астындағы шұңқырға жерлеуі болып саналады. Көне шұңқыр мәдениетінде сондай-ақ мәйіттерді құрметті оқушылар, тізесін бүгіп арқасымен жатқызып үстіне бояу сепкен болатын. Және де көне шұңқыр мәдениетінде адамдармен қосып жануарларды жерленген, және де кейбір көне шұңқырдың қорғандарында 4 дөңгелекті арбаның қалдықтары мен саздан жасалған қыш ыдыстар үлгілер табылған болатын. Сондай ғана құрметті оқушылар, бізде Энлют дәуірінде тағы да Анау деген мәдениет бар. Анау деген мәдениет ол тоже оңтүстік Түркменстанда орналасқан. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықта Анау мәдениеті несімен тарихта қалды десеңіздер, Анау мәдениетінде суармалы егіншілікті меңгерген болатын. Бізде сұрақ болды, суармалы егіншілікпен меңгерген қандай мәдениет десеңіздер, Анау мәдениеті. Анау мәдениеті, міне көрдіңіздер ғой, анау егіншілікпен жазып отырды, міне мынау суарып жатыр, көрдіңіздер ме? Мен картошканы баяғыда осы еккен болатын. Және суармалы егіншілікпен айналысқан Анау мәдениеті Орта Азияның қай аймағында орналасқан десеңіздер, оңтүстік Түркменстан аймағында орналасқан болатын. Енді құрметті оқушылар, мен сіздерге ұлы дала аймағын түсіндірейін. Ұлы дала аймақ деген қандай аймақ? Біріншіден, құрметті оқушылар, мынау бізде ұлы даланың картасы, осы картаға байланысты бізде контекст келуі мүмкін. Біріншіден, ұлы дала аймағы дегеніміз ол географиялық атау емес, ол бізде тарихи мәдени атау. Географиялық бұл атауды Евразия даласы деп атайды. Яғни ұлы дала аймағының территориясы ұзындығы 6000 шақырым, ені 2000 шақырым. 2000 шақырым деген, яғни мына 6000 км, мына бізде 2000 км. Яғни бізде ұлы дала аймағы мынау Дунайдан, батысында Дунайдан Алтай тауларына дейінгі аймақты қамтиды. И оңтүстігінде Манчжуриямен шектеседі. Енді ұлы дала аймағын мұсылман жазба деректерінде Дешті Қыпшақ деп атайды. Бізде ұбт базасында сұрақ болды. Осы ұлы дала аймағында мұсылман жазба деректеріне қалай атайды десеңіздер, Дешті Қыпшақ аймағы деп атайды. Осы Дешті Қыпшақ аймағы. Білмеймін енді мұсылмандардың ұлы дала деп жаңағы атауға немесе жазуға тілдері келмеген ба, әлде әйтеуір бір Дешті Қыпшақ аймағы деп атайды. Енді Қазақстанның тарихында бізде шығыс Дешті Қыпшақ, батыс Дешті Қыпшақ деп осы Дешті Қыпшақ жерін екіге бөліп тастаған. Мысалға бізде Ақ жері қай жерде құрылды деп сұраймыз, және ол жерде біз шығыс Дешті Қыпшақ жерінде құрылды деп айтамыз. Әбілқайыр хандық қай жерде құрылды десеңіздер, шығыс Дешті Қыпшақ жерінде құрылды деп атаймыз. Мысалға, мынау бізде тарихи, яғни атау осы екіге бөлінген. Шығыс Дешті Қыпшақ, батыс Дешті Қыпшақ. Батыс Дешті Қыпшақтың территориясы, мына жерде бізде Қара теңіз, Қара теңізден Каспий аймағын бізде, Каспий аймағын, осы аймақты бізде батыс Дешті Қыпшақ деп атаймыз. Ал енді Каспий теңізінен, құрметті оқушылар, Каспий теңізінің аймағынан Алтай тауларына дейінгі аймақты, немесе жалпы қазақ даласын шығыс Дешті Қыпшақ жері деп атаймыз. Және де осы ұлы дала аймағы көшпелілер өркениетінің алтын бесігі болып саналады. Енді мен сіздерге осындай бір кесте көрсеткім келіп отыр. Неге десеңіздер, себебі осы кестеге байланысты бізде ұбт базасында тарихи контекст бар. Яғни ұлы даланың маңызды тарихи мәдени мәндер дейді. Мысалға, ұлы даланың көлік дәлізі ретінде қалай пайдаланған десеңіздер, ұлы дала аймағы бізде шығыс пен батыс арасында көлік дәлізі ретінде қызметін атқарды. Енді оны біз сіздерге мынау конспект дәптеріне қосып қойдық. Осы ұлы даланың контекстін дұрыс жауаптармен бірге, сондықтан да жаттап аласыздар деген ойдамын. Мынаны бір оқып алыңыздар. Енді құрметті оқушылар, міне бүгінгі видео сабағымыз осымен тамам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай, және бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздер үшін мен арнайы Ботай қаласына барған болатынмын. Сондықтан да бүгінгі видео сабағымыз ұнаса, стористарыңызға немесе тиктоктарыңызға салыңыздар. Әлібек ағай, бүгінгі видео сабағы маған ұнады, рахмет деп. Өйткені маған сіздердің обратный связьлеріңіз маңызды. Егер ұнамаса, ұнамады деп жазыңыздар. Сондықтан да қинау жоғынан. Маған әйтеуір сіздерге сабақ өтті ме, өтпеді ме, соны білсем маңызды. Ұстаз ретінде мен үшін бұл керек дүние. Сондықтан да бүгінгі видео сабағым осымен тамам. Келесі видео сабағымыз қола дәуірі деп аталады.